Қазақ күресі. Қазақ күресі спорттың көне түрі. 1930 жылға дейін жас пен салмаққа шектеу қойылмаған. Әлемге аты мәшһүр палуан Қажымұқан Мұайтпасұлы. Бойы 195, салмағы 174, аяқ өлшемі 54, марапаты ат тұяғындай алтын. Бейбіт Ыстыбаев, Қазақстан барысы 2002 жылғы турнирінің жеңімпазы. Киім үлгісі шапан, берік материалдан тігіледі. Шолақ жеңді, ұстауға арналған белдік және белдем. Ережесі: түрегеп тұрып ұстасу керек. Күрте мен белдіктен ұстауға рұқсат етілген. Негізгі тәсілдері: шалу, жамбасқа салып лақтыру, мақсаты қарсыласының жауырын жерге тигізу, отырғызу, аяқтан ұстауға тыйым салынған. Аяқпен ілу. Қазақша күрес тәсілдері самбо техникасына қосылған. Қазақша күрес қолжетімді спорт. Күшті көбейтіп, жеңіске жетелейді. Оңалбай Ғабдулла, Оңтүстік Қазақстан облысы, Тараз қаласының тумасы. Қазақстан, Азия, әлем чемпионы. 2019 жылғы Қазақстан Республикасының жүлдегері, 2016 жылғы Жас барыс республикалық жарысының күміс жүлдегері, 2017 жылғы әлем чемпионы, 2019 жылғы Қазақстан Республикасының қола жүлдегері. Сіздер Қазақ Америка университетінің қабырғасының көріп отырғаныңызға өте қуаныштымыз. Сіздің үлкен уақыт аралық ішінде сіздің үлкен бір белестерге жеткеніңізге де біз куәміз. Сол себептен неге қазақ күресін таңдадыңыз? Неге басқа спортты таңдадыңыз? Қазақ күресімен мен алдында өсіп келе жатқан ағаларым айналысқан. Сол себепте сол кісілерге еліктеп, қызығушылығы артып, сөйтіп қазақ күресін таңдадым. Өзім қызығушылығымен. Ең бірінші қызығушылық алға қойған мақсатым болмаса, ешқандай спорт түрінен ешқандай результат шықпайды негізінде. Сол үшін бірінші қызығушылықпен сөйтіп ары қарай жалғаса береді. Түрлі адамдарға еліктейсің деген сияқты, ағаларыңа еліктейсің. Әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болғым келеді. Сөйтіп еліктеп, сол арқылы. Енді бәріміз біле білеміз, әр мамандықтың да, әр спорт түрінің де өзінің қызығушылығы мен қиыншылығы қатар жүреді. Сіздердің осы спорт саласында жүргендеріңіздегі ең қиын сәттеріңіз қандай болған еді? Ең қиын сәттер ол бізде салмақ болған кезде көбінесе қиын сәттер сол кездерде табылады, қиын болып. Ол кезде 5-6 килограмм, 7 килограмм ойын қола жүресің өзің салмағын. 2 апта көлемінде. Сол қатты естен кетпейтіндей жағдай болып қалады. Сол салмақ болған қиын болып есептеледі бізде. Ең қызық? Ең қызық сол төгілген теріңнің ақталуыны, чемпион болған кезде, сол кезде ақталды деп есептеледі бізде. Егер де сіздің өзіңіздің қызыңыз спорт сүйер, нәзік жанды қыз болса, қалай қарайсыз? Оның енді қалай қарай дедіңіз? Өзіңіздің балаңыз, мысалы, болашақта 10-15 жылдан кейін сіздің балаңыз бір нәзік жанды қыз болып дүниеге келіп, бірақ сіздің жолыңызбен жүргісі келіп, спорт жағынан барса қалай қарайсыз? Дәл осы қазақ күресіне. Мен қарсы болар едім, ол жағын. Жалпы қыз деген нәзік жанды болғаннан кейін басқаша енді көп қой, неге спорттың түрі, неге көп спорттың түрі көп. Басқаша спортқа берер едім. Жетістіктеріңіз. Ең бірінші шыққан жарысым ба? Қалай болды? Қобалжу болды? Ең бірінші шыққан жарыста қобалжу болды, әрине. Қобалжисың басында шыққан кезде.
бірінші, екінші схваткада қолға аласың. Одан кейінгі белдесулерде уже үйреніп кетесің. Содан Онда көп рахмет. Онда видео архивқа қазір назар аударсақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем, жеті бірдей уже нең басылып қалады, қолға алу оңай болады. Жаңағы келесі жарыстарда да уже уверенность дейді ғой, сондай пайда болады. Қорықпай күресе бересіз. Енді осы сіздің спортқа келгеніңізге ата-аналарыңыз, үйдегілеріңіз бір қарсы болып сондай болған жоқ па? Жоқ, мен ата-анам қашанда қолдап отырып, жеңістерге жетсең, қуан, үлкен жарыстарға шығып жатсаң, тақымдан қысып, сөйтіп отырып, қолдап, не жоқ, қарсы болу деген жоқ ондай. Егер де қазақ күресінен спорт шебері болмағанда, болашақта кім болар едіңіз? Қазақ күресімен айналыспағанда ма? Мүлдем спортқа қатысыңыз жоқ едіңіз. Әнші болар едім. Ең оңай жол әнші. Бірақ оңай жол дейді, бірақ оларда да өздерінің қиындықтары болады. Енді оларда былай физически қиыншылық болмайды ғой енді. Оларда былай моральный қиыншылық болады шығар енді. Әнші болып көрмеппіз енді. Енді қазіргі өзіңіздің артыңыздан келе жатқан ана қарындастарыңыздың, спорт жолында келе жатқан ана қарындастарыңызға қандай ақыл кеңес бересіз? Ақыл мен жақсы жолда қарапайым болды, жақсы жолда жүрді. Тренировканы үзбей, жақсы адамдармен, жақсы ортамен араласқанын қалаймын. Және ең соңғы сұрағым сізге осы Қазақстан Республикасындағы осы спортқа көңіліңіз толады ма? Қазақ күресінен ба? Бүкіл спорт түрі. Жалпы бүкіл спорт түрінен болғанда көңілім толады. Қазақ күресі қазір дамып жатыр. Өте қатты үлкен қарқын үстінде дамып жатыр қазір. Футболға алып қарасақ, сол көңілге толмайтындай. Бюджетті қатты көп бөледі оларға, бірақ результат жоқ. Сол бюджетті басқа дамымай жатқан спорттарға бөлсек, дамып кетеді. Жақсы еңбек етіп жатқан, бюджетті талап етіп жатқан спорт түрлері бар. Соларға бөлсе, дамып кетеді деген үміттемін, ойдамын. Қазақстанда қандай спорт түрлері керек емес деп ойлайсыз? Керек емес. Мүлдем. Керек емес дегенде бір қатты бір Қазақстанның спорттарының арасында алып салу керек деген қандай спортты ұсынасыз? Әр спорттың өзінің орны бар деп ойлаймын. Мысалы, Олимпиадада жазғы универсиада дегендер бар қазір. Жазғы олимпиада деген бар, қысқы олимпиада деген бар. Оның әр саланың өз маманы бар. Дамытып соны ешқандай спорт түрін алмай дамығанын қалаймын. Алып тастағанда ол мысалы фестиваль деген жарыс болады мысалы. Жаңағы универсиада деген болады. Сол мысалы қысқы универсиада деген болады. Ол барса мысалы жаңағы бір спорттың түрін алып тастайтын болса мысалы, ол Қазақстанға мен спорт тұрады. Ал басқа шет мемлекеттерде ол спорттың бәрі түрі бар, бірақ дамыған түрде бар. Бізде сол спорт түрінің бәрін дамытса, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Өзіңіз бір алдағы 15-20 жыл ішінде қандай адам болып көресіз? Қандай Абдулла болады деген ортаңызыңыз?
Енді оқушылар тәрбиелеп, жақсы биік шыңдардан көрсететін сондай оқушылар тәрбиелесем деп ойлаймын. Өзім әлі күресемін негізінде. Енді басқа саладан өзіңізді көрмейсіз ба? Әншіліктен басқа. Басқа саладан. Бизнес жағынан, актерлық жағынан. Актер жағынан да ұстар түсіп жатса, оны да көруге болады, былайынан. Көкпар тартам, болмаса. Сол. Жіберме деймін де. Осылай, міне, ұста енді. Кішілермен тарт өзіңі қарай. Тарт дейін өзіңі. Ішке шал, көтер, бұлақтыр, таза!